Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы етістік. Сабақтың мақсаты белгілі бір тақырыпта берілген мәтіннің түрлерін, жанрын, стилін салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау. Дескрипторы. Мәтіндерге салыстырмалы талдау жасаймын. Етістік туралы не білетінімді еске түсіремін. Өткен сабақта сендермен жіктеу есімдіктерінің септелуі тақырыбын өткен болатынбыз. Үй тапсырмасын қайталау мақсатында адасқан есімдіктер ойынын ойнаймыз. Балалар, ол үшін сендер әр септікте бірнеше есімдік тұр. Солардың керектісін алып, артығын алып тастайсыңдар. Жақсы балалар, енді берілген ребусты шешіп, оның шешуіндегі сөз туралы не білетінімізді еске түсірейік. Ай мектеп. Дана, байқадың ба? Көктем келгелі тіршілік оянғандай, далада қимыл қозғалыс көбейді. Аға, не көбейді дейсіз? Қимыл деген қозғалыс, іс-әрекет. Не істеді? Не қылды? Қайтты деген сұрақтарға жауап беретін сөздер, қимылды білдіретін сөздер болады. Мысалы, күн жылынды, қар еріді, бәйшешек шықты, жер көгерді деген сөйлемдердегі жылынды, еріді, шықты, көгерді деген сөздер заттың қимылын білдіреді. Ал енді сен айналадағы өзгерісті қимыл қозғалысты айта ғой. Ағаштар гүлдеді, жыл құстары келді. Балалар құстарға ұя жасады. Мал төлдеді. Адамдар көшеге жас шыбықтар отырғызды, гүл екті. Ал біз велосипед теуіп жүрміз. Қайталайық. Заттың қимылын білдіретін сөздер. Адамның немесе заттардың қозғалысын, іс-әрекетін қимыл дейміз. Мысалы, күн жылынды, қар еріді. Негізгі және туынды етістіктер. Етістік негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған етістіктерді негізгі етістіктер дейміз. Мысалы, аш, ал, бер, отыр, қара. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған етістіктер туынды етістіктер деп аталады. Болымды және болымсыз етістіктер. Етістік болымды және болымсыз болып екіге бөлінеді. Мысалы, тыңда, сыйла, болымды. Жұлма, қума, болымсыз етістіктер. Болымсыз етістік болымды етістікке ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Дара және күрделі етістік. Етістік дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара етістіктер бір сөзден тұрады, ал күрделі етістіктер екі немесе одан да көп сөзден құралады. Мысалы, түсіп қалды, түсті, домалап кетті, домалады. Сыпырып жүр екен, сыпырады. Бейнежазбаны көріп болсақ, етістіктің ережесін қайталап өтейік.
Енді оқулығымыздың 64-ші бетіндегі 59-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді оқып, бөліктерді өзара салыстырыңдар. Және мәтіннің қай бөлігі ғылыми танымдық мәтін, қай бөлігі көркем мәтін екенін анықтау керек. Бақ-бақ пен бақ-бақ. Әже, бақ-бақ деген бақа ма? Бақылдап тұрса бақа шығар, ал өсіп тұрса өсімдік шығар. Бақ-бақ та бақылдай ма? Айналайын Мирасжан, сен бәрін де білгің келеді. Бақ-бақ деген өсімдіктің қандай болатын мына кітаптан оқып берейін. Бақ-бақ тамыры жуан, шөпке ұқсас өсімдік. Жапырақтары топталып өседі. Жапырақтары сопақша, жіңішке, жалпақтау болуы мүмкін. Олардың шеттерінде ойықтары бар. Бақ-бақтан сүт сияқты сөл шығып тұрады. Сары түсті гүлдерін балалар да, үлкендер де жақсы біледі. Бақ-бақ сәуір айынан бастап күзге дейін гүлдейді. Гүлден ақ үлпек шығады. Бақ-бақ тау етегінде, өзен жағалауында, орманды жерлерде, тұрғын үйлердің жанында, арықтардың жағасында өседі. Ал енді балалар, тез тауып бөгелмей айт ойынын ойнайық. Берілген зат есімдерге етістік ойлап табу керек. 61-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, жатқа жаз. Етістіктердің астын сызып, дара немесе күрделі екенін айт. Көктем мен жазда басына қалпақ киеді. Күзге қарай қалпағы қалқып ұшып кетеді. Келесі тапсырма. Берілген етістіктерді қатыстырып, сөйлемдер құра. Мұндай етістіктер қалай аталатын есіңе түсір. Жүгірме, жауды, тасыды, бұзба, тастама, өсті. 62-ші жаттығу. Туынды етістіктерді теріп жазып, олардың неліктен туынды етістік екенін дәлелде. Дәлелдеу үлгісі. Мысалы, ақта сөзі. Ол туынды етістік. Өйткені оның түбірі ақ. Ақ сөзі сын есім. Оған та жұрнағы жалғанғанда қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болады. Осылай дәлелдейміз. Енді етістік бойынша өткенімізді қорытындылайық. Етістік мағынасына қарай болымды және болымсыз, құрамына қарай дара және күрделі, тұлғасына қарай негізгі және туынды болып бөлінеді. Үйге тапсырма. 63-ші жаттығу. Тыйым сөздерді оқып, жатқа жазу. Етістік туралы білетінімізді жинақтап, ережелерді қайталау.